Ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры Болат Маханалин медаль мен кубокты Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Самат Ерғалиев табыстайды. Екінші орынмен Жетісу облысының Жетісу командасы марапатталады. Қошемет ұрып қойыңыздар. Жүлде қоры 12 миллион теңге. Команда мүшелері Жетісудің шабандоздары Шарипов Айдархан, Насиолла Азамат, Нұржігіт Айбол марапатталады. Жетісу облысының шабандоздары, келіңіздер. Қошемет көрсетіңіздер қатарлағайын. Ұлы дала жорығы. Ең алғаш ұйымдастырылған республикалық марафон бәйгенің жүлделі екінші орын иегерлері Шарипов Айдархан шабандоз, Насиолла Азамат, Нұржігіт Айбол марапатталады. Құрметті марапат иелері, жақсылап естелікке суретке түсіп алыңыздар.